5 жыл 5 күн осы жерде мен жұмыс істедім, бірге болдым ғой. Менде де мүмкіндік болды ғой, балдарымды Алматыда оқытып қоюға, басқа жақта оқытып қоюға, осы жердің мектебіне барды, осы жердің балабақшасына барды. Сол жақта оқытуға менде мүмкіндік болды. Бірақ осы жерден де білім алып жаман болған жоқ қой балдарымыз, Аллаға шүкір. Осы жердің балабақшасына барды, осы жердің мектебіне барды. Сізге бір апта уақыт оның айтылғанына 1 жыл болды. Мен келгенде айтылған. Мен келген кезде тапсырма берген. Участковый инспекторлар, мектеп директоры, ауыл әкімдері ауылда тұру керек, елмен бірге болу керек. Елмен етене араласып, ыстығына күйіп, суығына бірге тоңып жүру керек соның үшін. Өкінішке орай, сіздердегі 4-5 әкім аудан орталығына қатынап жұмыс істейді. Ол деген сөз, ауыл адамдар бұл кісілерді көрмейді, таппайды. Қазанда онда барады, асықпайды. 12-де қайтады. Әбеттен кейін барса барды, бармаса жоқ. Белгілі нәрсе бұл. Ауылда айтады, ауданда жиналыс болады, шаршатты, жиналыс көбейіп кетті, таусылмайды, өтірікті. Сөйтеді осы жерде жүреді. Ауыл әкімдері, мен сіздерге тікелей тапсырамын. Бір аптаның ішінде семьяңызбен көшесіз, болмаса жұмысты қойып, осы жерде аудан орталығына қандай бос орын бар, ұсынған жұмысқа барыңыз. Нұржан Сабитов түсінікті ғой. Мен орындардан ақпарат аламын. Ертең көшпейтін болсам бірінші